Biz hazır ballar to'lg'uchisini Qozon adabiyatining qanday taqib ko'rib жатырмыз? Hasanbay Enesari Navruzbay ko'rib жатырмыз, ballar. Endi menda bunday suroq bor ballar. Егер sen o'z zamoningning jurog'i bo'lsang, jurina neni qo'shar eding? Asiya, men o'z zamonimning jurog'i bo'lsam, hozirda bo'lib жатқан bарлық проблемаларды o'z jurog'iga qo'shar edim. Atab aytganda, uysiz жүрген кісілердің үйлі болуын көп қосар едім. Жұмыссыз жүрген адамдардың өте жақсы баспана мәселесін көтересің, өте жақсы жұмаш. Білім сапасын қосар едім. Кейбір мектептегі оқушылар білім сапасын өте жақсы білім сапасын қосар едік, жырымызға. Және жақында қазақ ана тілін білушілікті жайлы өзім айтатын едім. Өте жақсы қазақ тілінің мәртебесін, қазақ тілінің мәдениетін мәселе етіп көтеретін едің, мен жаһандық жылыну мәселесін көтерілетін қазіргі кезде қоқыстардың тасталуынан жаңағы сортамауынан себебінен жаһандық жылыну болып жатыр. Болып кетуі мүмкін, өте жақсы. Қазіргі заманымыздағы экономика мен экологияның астануы. Жалпы ауамыздың астануын қолға алар едім. Сол мәселені жырға қосар едім. Теңгеміздің ұлттық валютамыздың тұзданып бара жатқанын көрсетер едім, және тағы да қарақат жемқорлықтың болуы, яғни бірдеңе пара беру арқылы өте жақсы жемқорлыққа қарсы күресті, сыртқы саясатты дамытар едім туризм жағынан. Туризм жағынан, Қазақстан туризмін дамытуға қосар едім. Алға шыққан жас өнерпаз, өнерші жастарымызға жалпы соларға көмек береді. Қолдау жасау керек, өнерші деп айтпаймыз, өнерпаз жастар өте жақсы, өзін түзетіп жіберді. Жақсы балалар өте жақсы ризамын, өз заманның жырауы болсаң, жырыңа осы мәселелерді қоса беріңдер. Енді балалар біз 3 топқа бірігуіміз керекпіз. Қазір неге деген әдіс бойынша мен жаныма 3 оқушыны шақырамын. Әселді шақырғым келіп отыр, Рысбек қызын, Дүйсен Жібекті шақырғым келіп отыр, және Оразхан Жандәулетті шақырғым келіп отыр. Өйткені қазір бұл 3 оқушы 3 топтың басшысы болады. Неге деген әдіспенен таңдап отырмын? Өйткені Әсел өте білімдар, қасындағы сыныптасында көмекке әрдайым дайын тұрады. Оразханды алатын болсам, кез келген сұраққа нақты жауап беріп үйренген. Жібекті алатын болсам, кез келген тығырықтан өзінің білімінің арқасында шығып кете алады және топты да алып кетеді деген үлкен сенімдемін. Ал енді құрметті топ басшылары, сіздерді таныстырып өттім. Ендігі кезде топ мүшелерін, өзіңіздің тобыңыздың мүшелерін дәл осылай неге деген әдіспенен таңдап аламыз. Әсел мысалыға. Мен өз тобыма Мейрамбекті, Нұрболатты, және де Даниалды, Айгерімді, Аминаны алғым келеді. Себебі олар өте білімді, бүгінгі сабағымызды керемет өткізуімізге септігін тигізеді деген сенімдемін. Өте жақсы. Қай топты құрамыз сөйтіп? Батырлар тобына жайғасамыз. Топ мүшелерін жетектеп ала қой. Оразхан айта қой. Мен өз тобыма Алжанды, Жібекті, Ағайкені, Дижарды және Айшаны алатын болады. Себебі бұлар білімді, ойлар толық жеткізе алады және де тез тамағымызды жақсырақ өткізуге көмектеседі деп ойлаймын. Өте жақсы. Осылайша жыраулар тобын құрасты, жақсы. Отыра ғой, топ мүшелерін жетектеп ала ғой. Және Жібек. Айдананы, Дәулетті, Қарақатты, Ақтауды, Шайдарды және Айшыпаны алып келді. Себебі олар өте зерек, ақылды, білімді және кез келген сұрақтарға ойланбай нақты дәлелден жауап береді. Өте жақсы. Отыра ғой. Кәне топ мүшелері келіп жайғасамыз. Анда тобы
kuruldu. Al endi bolalar Kandar тобы kuruldu. Батырлар және жыраулар топтары 3 топқа бірікті. Енді балалар әдет бойынша балалар сабағымызды жалғастырамыз, яғни үй тапсырмасын келтіреміз. Біз бүгін Нысанбай жырау Жаманқұлының Кенесары Наурызбай жыры бойынша екінші сабағымызды бастап отырмыз. Егер тапсырмаға мен осы жырды келуге берген боласың. Қазір таза тақта әдісі арқылы мынау 5 сұраққа жауап береміз. Осы кез келген сұраққа жауап беруге болады. 1, 2, 3-ті бір-екі ұстамай ақ қойыңдар. Кім жауап берді, сол керек, сол сұрақты тақтадан өшіру керек. Кәне, бірінші сұрақ Кенесары хан мен Наурызбай батырдың бойындағы ерекше құндылықтар. Кім жауап бере алады? Ағытке айта қойып? Ерекше құндылықтары олардың ержүректілігі, батырлығы, және билеуші жан асқаны, қиындықтан қашпайтыны, және қайсарлығы. Өте жақсы. Халыққа ерекше болып табылған тұлғалар. Толықтыру бар ма? Толықтырып жіберейікші. Кәне, әсел толықтырып жүремін дейді. Осы қазақ тарихын жақсы білген адам бұл батырларымызды ұлттық батыр ретінде мойындайды деп ойлаймын. Себебі бұл кісілер 10 жыл бойы қар жамылып, бур жастанып, орыс отарлаушылармен аянбай соғысты. Өзінің елі үшін, жері үшін жанын құрбан етуге дайын болды. Өте жақсы. Ағыр кейін бірінші болып жауап берді, сондықтан келіп сұрағыңды өшіре бересің. Келесі екінші сұраққа кім жауап береді? Кез келген сұраққа жауап беруге болады. Екінші сұраққа Аймина. Қырғыздардың арасында өзара айтыс болады. Сол жерде қырғыздар қазақтардың Қазақ-қырғыздың арасында сызат түсірген қандай оқиға болды? Сұрақты оқып жіберу керек еді. Және сол қырғыздар арасында айтыс болған кезде олар қазақтарға мәдениетіне тіл тигізеді. Ол маған қазақ деп айтады. Содан араларда сызат түседі. Тағы да айтамыз. Тағы да жырда. Нысанбай батырдан сол жарған аты осы қырғыздардан көреді, қазақ батырлары. Нысанбай батырдың ба? Жоқ, Наурызбай батырдан аты топ жарған ұрлануының кесірінен қазақ пен қырғыздар арасында осындай сызат түседі, иә? Әмина, сұраққа жауап бергенің үшін өшіре ғой. Үшінші сұрақ. Кенесары Наурызбай қырғыздың қандай ісін кеткеді? Жауап береміз. Әйгерім айтамын дейді. Белсендірек балалар, белсендірек. Біріншісі ол бағанағы ұрлыққа кеткені, және екіншісі Ресей мен қазақ арасындағы отаршылық соғысқа көмектеспеген үшін, көмек бермеген үшін қырғыздарға кектенді. Қырғыздарға кектенді, иә? Қырғыздың жарайды, айдына тоқтырып жіберемін дейді. Осы Кенесары хан, сендер Наурызбайдың атын ұрландыңдар деп қырғыздарға айтады, бірақ қырғыздар ханы оған мән бермей, содан осындай сол ісін тектеп жорыққа жалғасты. Яғни бірінші себебіңді бұл жерде орны бар дейсің ғой, иә? Кім жауап берді бірінші, үшінші сұраққа егерім келіп өшіре ғой. Төртінші, Наурызбайдың қырғызға қарсы шабуылына не себеп болды? Не себеп шадия? Тоғжардан атты шегінің жоғалуы. Және олардың қазақ жұртына тіл тигізу. Және Әші айта ғой? Толтырам, шадия демала ғой. Кенесары хан қырғыздарға сұрау салбаған болатын. Сол кезде қырғыздар Кене ханның сөзіне ашуға булыққан Кенесары хан досынан жаңа қол сұрауға, өзінің барлық әскерін жинап, қол сұрауға барған кезде ол мүлдем құлақ аспайды да, Кенесары ханның сөзіне. Ол ашуға одан бетер булығып, қолындағы бар адаммен шабуылға шығады. Яғни, Орыстың отарлау саясатына қарсы шығуға қырғыздардан көмек сұраған еді, Баймановтар бұл сұрақты жауапсыз қалдырды. Сондықтан да осындай кек болды, себеп болды дейді. Төртінші сұраққа кім жауап берді? Бірінші ғой? Келе ғой. Өшіреміз, және бесінші неліктен қалың дулат Наурызбайдан бөлініп қашып кетті дейді. Мейрамбек жауап береді. Осы Наурызбай батырдың
Наурызбай батырдың қолбасшылары Дулаттың өзіне кек сақтағанын олар біліп қойып, өздерінің жерлерінен қуып шығады. Сосын Дулат Наурызбай батырдан бөлініп қашып кетеді. Толтырып жүрейікші тағы да Жазгер айтады. Осы Наурыз Дулаттар Ресей империясымен және Қырғыз арасындағы шектестіктерді қадағасын көріп, олармен бірге соғыс ашуға бел буған себебі олардың материалдық жағдайы аз болды. Кейін оған осы қырғыздардың қамалын бұзу үшін 6 ай талым етегін көрсетуден қамалдады. Оларға шығыны жетпеді. Және көп солдат кетуі мүмкін еді. Сондықтан да олар өз қарамасында Өздерін ғана ойлап, оларға соғыспауды берілді. Соғыспаймыз деп бел шешті, иә? Солай шешім шығарды. Жарайды, кім өшіреді 5-ші сұраққа бірінші болып жауап берген Мейрамбек келе ғой. Соныменен балалар қазір сұрағымыз өшірілсе, не болады? Тақта қандай болады? Тақта таза болады, сондықтан да таза тақта әдісі, иә бұл. Ал балалар, енді осы сабағымыз қай пәнмен байланысты? Тарих пәнімен байланысты, иә? Сондықтан да балалар тарих пәнінің мұғалімі Динара Сіздерге қоятын сұрағым 1837 жылы 1847 жылы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтеріліс не себепті жеңіліс тапты? Өте жақсы. Тарихпенен байланыстырып қояйық. Кәнеке жақын деп айтамын дейді. Себебі осы қазақтар арасында бір ұйымшылдық болмады. Берік болмады. Және ауызбіршілігі бір болмады. Сондықтан жеңіліс тапты. Тағы да ұйымшылдық жетіспеді. Осы қазақ халқы өзінің ең берік тап өкілдері достықтары өте қатты Қоқан хандығы және қырғыздармен соғыс ашып, олар өзінің жақсы достарымен соғыс ашқан Ресей империясынан жеңіліс алуына душар болды. Себебі олар өзінің ең мықты күштерін әсер етті. Яғни қырғыздардан Қоқан хандығынан жылдар бойы алып жатқан көмегі сол бойда жүреді. Сол бойда олар айнып кетті дейсің ғой, бөлініп кетті дейсің, иә? Және тағы себебі айтамыз. Бірнеше себебі бар ғой. Әсел сөйлей ғой. Аружан баяндап отырайықшы. Айтады ғой, бірлік болмай, тірлік болмас деп. Оларда осы көтеріліске қатысқан ауызбіршілік туралы айтты. ауызбіршілік болмас деп. Тағы да олар қандай жерде соғысты? Және де соғыстан ең алғашқы қырғыздарға соғысқа болған кезде өзінің жай әскерімен жүрген кезде оған қырғыздар қоршап алып осы Кенесары ханды қоршап алады. Сонда ол әскер жағынан шығын болмас үшін және өз күшін жоғалтпау үшін өзі қырғыздарға қарсы кіріп, мен өзім деген оймен ел болып өзі ғана кіреді. Ал әскер өз жерін қорғауға қайтарып жібереді. Содан кейін Кенесары хан қазақ еліне өте керемет, өте батыл адам ретінде қалып кеткен. Топтан толықтыру бар ма? Басқа топтан толықтыру бола ма, кәнеке? Болды ма басқа себептері? Осылай жауап береміз, е? Олай болса балалар біз Динара апайдың сауалының жауабын тыңдайық. Құрметті оқушылар, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістің жеңіліс себептері. Жауабы: қырғыз манаптарына Кенесары ханды қолдамауы. Себебі Кенесары ханның күшейіп кетуіне қорықты. Қырғыз манаптарының суына шабуыл жасауы. Сұлтан Рүстем мен Ұлышұлы би Сыбағай өз жасақтарын ұрыс алаңынан алып кетуі. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістің жеңілуіне бірден-бір себеп. Түсінікті ғой балалар, түсіндіңдер ме? Мен де кішкене қосымшалап түсіндіріп жіберейін жауабын. Балалар, Кенесары Қасымұлы 1837-1847 жылдар аралығында 10 жыл, иә? 10 жыл бойы қырғызбенен қырқысқан жоқ, білесіңдер ғой? Тарихтан білесіңдер, иә? Не нәрсеге қарсы шықты ол?
өзінің ұлт қозғалысының басшысы, лидері болды, көшбасшысы болды. Не үшін, неге қарсы шықты? Отарлау саясатына, отаршылдыққа. Енді жаңа кім Шадияр айтам айтып қалды ғой, 10 жыл бойы осы жерге шейін көмектесіп келген Дулат, ұлы жүздің Дулат әскері жасақтары және қырғыз бай манаптары қосылып көмектесіп келе жатқан кезде олар не істеді? Ең соңына келген кезде өздерінің жасағын алып кетті. Ал Кенесарының әскерінің көбісін Дулат тайпасы құраған еді. Түсінікті ғой, осылайша жеңіліс тапты. Бірақ өмір бойы Кенесары Қасымұлы өзінің көшбасшылығын ұлт азаттық қозғалысқа жұмсады. Кімге қарсы шықты сонда? Ресейге, орыстың отарлау саясатына қарсы шықты. Қырғызбен қырғызды деп ойлап қалмаңдар. Бұл ең соңғы. Ал неге неліктен Нысанбай жыраудың қолынан туды бұл туынды? Нысанбай жырау ол Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтеріліске бастан аяқ қатысып, сондағы болған оқиғаларды өз дастанда арқау ете білді. Өте жақсы. Бірден-бір тірі куәгер, сондықтан да ол осындай керемет жыр қалдырды. Ал балалар, олай болса, балалар, жаңа сабаққа көшейік. Бүгін біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Екінші сабақ өтіп жатырмыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай поэмасының идеясы. Жырмен толықтай таныстық, сұрақтарға жауап бердік, тарихпен байланыстырдық. Енді қараңдар, балалар, идеясы не болды сонымен? Идеясы. Не мақсатта жаздық? Айша табы? Идеясы толықтырамыз. Тәуелсіздік үшін күреске қазақ батырларын өскелең ұрпаққа дәріптеу. Қазақ батырларын өскелең ұрпаққа дәріптеу. Дұрыс айтады, Жарқынбек қосымшалап жүр. Тарихымызды осы Қазақстан деген кезеңнің тарихын білу. Яғни қалай Кенесарының осы кейіпкерлер шын шынында деп олардың сезімдері, олардың айтқаны өткені барлығы тарихқа, тарихқа басқандай жазылып тұр. Жарқынбек өте жақсы. Соны дәріптеу, насихаттау. Ал енді балалар бері қараймыз. Біз қазір Zoom платформасымен біріктік па? Қосылдық па? Келді ма чат? Олай болса балалар біргеміз. Біздің сабағымыздың бүгінгі онлайн әрі сыншы досы, әрі телекөпір әдісі арқылы Шымкент педагогикалық шеберлік орталығының тренері Қожымбетова Айжан Мархабайқызы қонақта. Қазір ол кісі мінекей біздің сабағымызда онлайн қатысып отырады. Осы үш топқа, бүгінгі тақырыпқа орай 3 тапсырма беру керек. Ол тапсырмаларды қайдан аламыз және не үшін орындаймыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты. Шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Осы мақсатқа жету үшін қазір тренер Айжан Мархабайқызы 3 топқа 3 тапсырма береді. Құрметті Айжан Мархабайқызы, сіз бізді хандар, құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар. Мен дауысым жақсы естіліп тұр ма сіздерге? Өте жақсы естіліп тұр. Сіздердің бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, 9-шы сыныптың 3 тобына мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бүгінгі оқу мақсатына сәйкес, бүгінгі тақырыптарымызға сәйкес, Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жыры туралы қазір 3 түрлі тапсырманы орындап берсе. Бірінші топ хандар тобына. Хандар тобы өтініш қол көтеріп жіберіңіздерші, мен сіздерді байқайын. Жақсы? Хандар тобын көріп отырмын. Сіздерге Нысанбай
что шапка была. Мынау да тобы бұл көтеріп алыңыздар, сіздер сол қанаттағы жұмыстың сіздерге самай жауын келген саған ақылбай жырмен күндес келетін әлем әдебиеті тарихи туындылардың арасындағы ортақ құндылықтар. Негізгі ортақ құндылықтар. Түсініп келген мақсат ма? Жақсы, олай болса, құрметті оқушылар, сіздердің де өткізбеген уақыттарыңыз бар. Келсе, білімдеріңіз шыңдала берсін. Балалар, мен шығыс беккес үшін слайдтар төр болып тапсырмалар. Тағы да қолдарына көмекші құралдар біз тапқанмын. Ғаламторға кіруге де рұқсат балалар қазір. Бәріміз қараймыз. Ұжымдасқан түрде, бірлескен түрде сұрақтарға жауап береміз. Ашыңдар. Астын сызып кәдімгі дайындалды. 5-7 минут уақыт беремін. Үш топқа да бірдей материал бердім балалар. Бұл көмекші құралдар кішкене ойларына ой қойса түрткі болады деп ойлаймын. Бірақ қандай тобы міне Нысанбай жыраудың Кенесары Абай жыры туралы әлем әдебиетін зерттеушілердің пікірлерімен көзқарастары, батырлар тобына жырмен үндес келетін әлем әдебиеті тарихи туындылары және жыраулар тобына жырмен үндес келетін әлем әдебиеті тарихи туындыларының арасындағы ортақ құндылықтар. Сұрақтарыңыз? Өйткені біздің мақсатымыз ғаламдық тұрғыдан талдау жасай отырып, әдеби эссе жазу. Ғаламдық тұрғыдан талдай отырып. Түсінбеген жерлеріңізді сұрап отырыңыздар. Тақырып өте күрделі, балалар мақсатына жетуде ол оңайға соқпайтынын ішіміз сезіп отыр, бірақ тәуекел көрейік, жауап берейік. Тапқанымызды ортаға қояйық. Пікірлеріне көзіміз қояйық. Яғни, Нысанбай жырауды зерттеген. Ол жыраудың жырын осы Кенесары Наурызбай зерттеген. Және Кенесары көтерілісін зерттеген әлем әдебиеті зерттеушілердің пікір көзқарастары керек. Батырларға әлем әдебиеті табиғи туындылары, қайтысыменен үндес тіле беріңдер, үндес келетін тарихи туындыларды қараймыз.
Hasanbay жолы. Жиында кеңсе Жайын болсам бір базарда қаршысы белгілесе. Қанжақ жолы. Енді кішкене қарап айтуға рұқсат еткен. Ең бастысы аффекташысы. Сосын қазір жауап берген кезде даусыңызды шығарамыз, микрофон алып келгенде қолданбай сөйлеп жатырсыздар. Даусыңызды шығарамыз, еркін сөйлейміз, даусыңызды еркін. Оба мені уақытия, дүйсен жүректің тобы, аңдар тобы. Да, ал балдар. Олай болса, дайыныз ба? Дайыныз ба? Дайыныз ба? Онда жауап беріңіз. Жауап беретін баланы тұрса болады, иә? Маған оны қарап отырыңызшы мен. Оған сәл. Кім зерттеді? Әлем әдебиеті зерттеушілерінің пікір берген. Қарап айтуға болады. Середаның пікірі осы болды, иә? Середа кім екен? Середа орыс ғалымы. Орыс ғалымы. Жақсы, әдебиет зерттеушісі. Дәулет сөйлейді. Осы Кенесары Наурызбай жырын зерттеген тағы да әдебиет зерттеушілердің бірі Халел Досмұхамедұлының пікірі. Халел Досмұхамедұлы осы аңызда, осы жырда тарихи маңызы зор екенін атап өтеді. Себебі бұл жырда басқа еш жерде кездеспейтін тарихи оқиғалар сипатталған және де сақталған. Осы аңызда болған заттардың шын өтірігін осы халықта жүрген аңыз әңгімелерден алған екен. Және де осы аңыздардың біріне сенетін болса, ол осы қырғыздардың қоршауынан шыға алмайтынын түсінген кезінде өзі бір қырға шығып қасынан өтіп бара жатқан қырғыздар шақырып басшыларына алып барыңдар деген екен. Олар осы Кенесары Наурызбай атқа мінгізіп өзінің таудағы елді мекеніне барып оларды күткенін айтып өтеді. Осы арқылы Халел Досмұхамедұлы екі ел арасындағы соғыс болғанымен бір-бірін сыйлап құрметтегенін айтып өтеді.
Сонымен Дос Мұхаммедұлы қазақ әдебиетін зерттеушілердің бірі, иә, не дейді? Сығын ұстатшылар, Сарымайдан қыл суырғандай. Екі ел қан төгіп соғысқанмен екі ел бір-бірін құрметтеген және де сыйлағандығын айтып өтеді. Айтып өтеді, иә. Жырдағыдай қырғызбенен қырғызсыз сондай бір қорқынышты картина. Ондай болмаған, иә, Кенесарының өзі де сондай сезімде болған. Соны Дос Мұхаммедұлы тағы да айтып өтіп бара жатыр. Отыра ғой. Рахмет. Болды ма? Әші олмады? Николай Фоншин. Ол орыс этнографы, тарихшы, өлкетанушы. Кенесары туралы Түркістандағы Сұлтан Қасым Абылайхан пен оның ұлдары Саржан мен Есенгелді қазақтардың қозғалысын Кенесары Қасым басқарды. Ол халық жағынан ерекше адам болды. Және де ол шекаралас даулар мен мұлық қатынастардағы шиеленістерді әділ түрде шешіп беріп отырды. Шын мәнінде бүкіл қазақтың батыры болған басқа ешкімде де айта алмаймыз. Ол далада хандық құрды және Кенесары далада хандық құрды. Және де 1844 жылдан бастап Түркістан билеушілері де оны осы дәрежеде танып отырды. Кенесарының жақтастары 300-де де көп болды. Кенесары ол орыстарға қарсы партизандық жүргізіп өзінің өмірі ұстатпайтын жасақтар құрады. Орыстарға қарсы партизандық соғыс жүргізген, ұстатпай, жасақтарының ұстатпау тактикасын үйреткен, ұстатпау. Балалар айтпақшы, түртіп алып отырғандар қазір керек болады. Түртіп алғанда қазақ тілі әдебиетін ашқандарда түртіп алып отырғандар үш түрлі маңызды ақпарат айтылды. Келесі, болдық па балалар? Жібек айтамын дейді. Жалпы Қазандау университет баспаханасында Жүсіпбек Шахисанұлы өзі жинаған жиын Қисса-и Наурызбай төре Қасым арқылы Кенесары Абылайхан деген атпен жарықтырды. Пікірін айтамыз. Оқиға тарихи оқиғаны білдір, нысандай жыраудың қатысқанын білдір, жыр қалдырғанын білдір. Пікірі, сол туралы. Ким бұл басқындарда Нысанбайға Нысанбай жырауға керісінше қатер пікірлер жазылғанын білді. Бірақ оны Есмағамбет Смайылов пен Қандай Жанбекұлы екеуі не істеді? Кенесарыны кәдімгі жазбаушықтан кірден аршып алғанда еңбек етті. Не деді олар? Кенесарының бұрмаланған сөздерін алып тастап, жаңағы Нысанбайға тән үлгі көрсетті. Не үшін күн, түн біз демалмадық, осылайша қызмет еттік деді. Не үшін? Қазақтың тарихына дақ түспес үшін, Кенесарыны өте жаман бұларлық сөздерменен былғап тастаған жерінен Кенесарыны олар аршып алды. Қазақтың тарихына ешбір дақ түспесін, қазақтың тарихынан ешбір қазақ ұялмайтындай болсын деді, иә? Кім айтты оны? Исмаилов айтты, дұрыс айтты. Отырамын жаным. Жарайды, Шадия, қысқа айтыңдаршы, айналайындар, көп кетіп жатыр. 19-шы ғасырлардың соңғы ширегінде бізде Александр Алектов кім? Алектов, ғалым, ақын болған. Қай халқы? Орыс халқының ғалымы болған. Пікірі, Алектов хан. Бескиннің поэма «Кенесары барды» деген атты еңбегінде былай дейді. Осы Наурызбай мен Кенесары ханның кеңесіздігі, олардың ері үшін жанын пия еткендігін, олардың өзіне сенімді, батыл, ержүрек қайсарлығын айтады. Ол кезде Кенесарыға олардың есімдері, осы жырауларды айтуға рұқсат етілмеген болатын, бірақ Алектов бұл сөзге қарсы шығып, олардың өз ері үшін тырысқандығынан еңбек еткендігін жария етті. Ол тек қана қазақ халқына ғана емес, орыс халқына солай айтады. Үлгі ретінде, керемет қазақтың тарихынан осындай үлгі айтады. Бәріміз айтамыз ба, кәне қарақат? Шыққан ұстайтындар, мен олар екі топ сөйлейтін тыңдауын Юрий Лотармеев осы Қазақстандарында кім? Юрий Лотармеев. Дауысына шығарамыз.
Олар қырғыздармен 3 тәулік бойы еліктеген соғысты. Себебі қырғыздармен орта жүз қазақтары көмектесіп кетерде болды. Алайда оларға қайталау белгілер жасады. Сол себептен олар 3 күн бойы ол қоршаудың ішінен шыға алған жоқ. Және де осы Кенесарының жеңістерінің бәрі күйеуістерін өлтірілген. Және Кенесарының жүзі көптеген сұлтандармен бірге қамалып, зынданда аяусыз қаза табады. Жақсы, отыра қой. Пікірін айтамыз, пікірін ғана. Батырлар тобына берілген тапсырма қандай еді? Үндес, иә? Үндес тарихи туындылар, әлем әдебиетіндегі үндес тарихи туындылар. Қане кім сөйлейміз? Өтініш, қысқа, нұсқа сөйлейміз. Яғни, нақты жауап. Сізге Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жырымен үндес келетін әлем әдебиеті тарихи туындылары сұрақ. Біз Манас жырын таңдап отырмыз. Манас жыры қырғыз халқының әдеби эпосы. Ұлттық эпостық жыры. ауыз әдебиетінің керемет үлгісі. Оны ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа, халыққа жырлатып есінде сақтап отырған. Жыр, дастан, анасының оның ұрпақтарының және ісін жалғастырушылардың хикаяларын баяндайды. Үндестігін айтыңдаршы. Манас жырыменен қатар Негізі осы Манас жырын үндеседі деп таңдап алдық. Осыған дәлелдерін айтып өтсем, Манас батыр ол туған жерін қызғыштай қорғап, өзінің менің қой үстінде бостанда жүріп қалайтын берекетті өмірге бастау алуына бірден бір себептер болған адам. Яғни бұл Манас жырындағы Манас батырдың кейпі. Ал онымен үндестіріп отырғанымыз біздің Кенесары мен Наурызбай жырын. Біздің Кенесары Наурызбай батырларымыз да өз елін, жерін қызғыштай қорғап. Кімнен қорғады? Жалпы сырттағы жаулардан Ресей империясынан қызғыштай қорғап отаршылдыққа, езгілікке қарсы күрес жүргізді. Және де осы Манас жырында да отаршылдыққа, езгілікке қарсы күрес жүрді. Сондықтан да біз осы екі туындыны үндестіріп отырмыз. Ежелгі дұшпандарын айтып жатырсыңдар. Тағы кімдермен үндес қойдыңдар беремін? Манас жыры Гиннес рекордтар кітабына кірген. Қалай? Гиннес рекордтар кітабына кірген Манас жыры. Ал Кенесары Наурызбай жыры кірмесе де, ол біз үшін кіргенмен тең. Өйткені? Себебі кеңес одағы кезінде Кенесары Наурызбай бастаған көтеріліс кеңес дәуірінде өз орнын дұрыс бағаламай, олардың есімдерін атауға тыйым салынғаны барлығымызға белгілі. Дұрыс айтасың. Осылайша Нысанбай жырау есімі де халық жағынан өше бастады. Дұрыс айтасың. Сондықтан ол қайтадан тәуелсіздік алғаннан кейін не істеді? Тәуелсіздік алғаннан кейін жарыққа шықты. Жауларымызды түгендеп келе жатырмыз, иә? Жарыққа шықты. Қазақ еліне, қырғыз еліне танылып отырмыз. Сондықтан да ол бізге үлкен мәртебе. Ол жақсы. Ол Гиннес рекордтар кітабына енбесе де ол қазір сода жазылғаны біз үшін үлкен мәртебе. Айтылды келесі. Болды ма? Ерсайын не айтасың? Бізге берген екінші қолайлы тақырып ол Нысанбай жырауды Кенесары Наурызбай. Кімдермен үндес қойып отырсыңдар? Туындымен. Ағылшын әдебиетінің негізін салушы Уильям Блейктің «Франция революциясы» атты шығармасына үндес қойдым. Мысалға, екі шығарманың да тақырыбы сәйкес келеді. Және де ол екі ондағы оқиғалар азаттық үшін күресті және де ондағы әділетсіздікті жою мақсатында. Әділетсіздікті жою мақсатында. Әйгерім? Қозғалыс пен биліктің әділетсіздігі және монархияның әлсіреуі және тәуелсіздіктің болмауы. Ал бізде Нысанбай жыраудың жырында сол көтеріліс тәуелсіздікке деген ұмтылыс және оның әділетсіздікпенен тұншықтырылуы. Иә? Осы екі оқиға үндес жатыр. Жақсы, рахмет айтқан батырлар тобына және жыраулар тобы жалғастырады. Әлем әдеби тарихи туындыларменен үндес жатқан оқиғалардың, жырлардың екі арасындағы ортақ құндылықтар. Айша бастайын дейді. Ортақ құндылықтар. Тарихта ғана емес, тарихы да қоса өзгерген біздің ғалымдар шыққан ортақ құндылықтары аз емес. Мен соның бірі де бірегей ретінде Манас жыры мен Кенесары Наурызбай дастанын мысал ретінде алып отырмын. Ең бірінші ортақ құндылық ретінде
батырлардың өздерін қорғау үшін жаңағы өзге елдің шапқыншылығынан қорғауын мысалы ретінде алып отыр. Өздерін қорғауы, міне құндылық иә. Өздерін сүйе білуі, қорғау мақсатында өз өмірін сарп етуі. Өз өмірін сарп етуі, пида етуі. Және де қандай құндылықтар бар, аузын айтамын дейді? Айшаның толықтай келісемін. Яғни осы Кенесары Наурызбай жырында өзінің аты айтып тұрғандай Кенесары хан мен Наурызбай батырдың сондай ерлігі баяндалады. Мен осы екі жырда да құндылықтарын көретін болсам, отарлық езгіге қарсы халық үні ала едім. Себебі осы көтеріліс басшыларын батырлар жыр дәстүрінде бейнелеп осы халықтың отарлық езгіге қарсы үнін жариялады. Көргендер және тағы да жариялады. Өте жақсы, рахмет. Құндылықтар тағы да айта өтейін. Екі дастанды жазған жыраулар көтерілістің басты жыршысы болып саналады. Олар көтерілісті бастан аяқ қатысып, көтерілісте не болғанын бастан аяқ жырға қосқан. Бастан аяқ жырға қосқан, иә? Жарайды балалар, басты құндылықты айтпай жатсыңдар. Ол не? Екі жырдағы басты қаһармандар Кенесары және Манас жырын кім жеткізді бізге? Манасшылар жеткізді, иә? Нысанбай жырауымен бірге манасшылар жеткізді. Айша не дейсің? Айта ғой. Ең біріншісі ол батырлардың өздерін сүюі, екіншісі отарлық езгіге қарсы халығын дәріптеуі, одан соң жаңағы шығарманы жеткізушілер, яғни жыраулар, манасшылар. Одан кейін төртіншісі екі жаңағы шығармада да екі ел арасында қақтығыстар бейнеленгендігі. Және де ең соңғысы батырлардың болуы суреттелуі. Жақсы, өте жақсы. Тарихи тұлғалардың болуы, басты құндылық, олардың көшбасшылығы. Тағы да қандай құндылық бар? Отарлау саясатына қарсы күресі, елін, жерін, жанын пида етіп сүюі. Міне осылар да керемет орта құндылықтар. Өйткені сол құндылықтардың арқасында олар тарихтың өскен жоқ, қайта жарқырай түсті. Ғасырлар өтіп кетсе де, түсінікті. Кенесары батыр халық арасынан отарлық кезінде қарсы ең беделді адам болған. Және Кенесары. Ол белсенді азаматтарды топтастырды. Ал құндылық ретінде Әзірге біраз ғана айтылады, ол көшбасшылығын біраз ғана айтты, жанына топтастыруда. Отыра білсең, рахмет, біраз ғана айттық, тыңдау керек. Айжан Марқабай қызы, біздің осымен топтық жұмысымыз аяқталды, өзіңіз лебізіңізді білдірсеңіз. Жақсы, топтардың белсенді қатысқаны үшін алғысымды білдіремін. Жалпы мынау қатынас құндылығының жоғары екенін байқадым. Батыр өте белсенді. Жалпы мынау мазмұнға келетін болсақ, ол сабақтан кейін қатынасы кері байланыс кезінде айтылады. Жақсы, іске сәт жалғастыра беріңіз. Жақсы, рахмет балалар. Келесі тапсырма, мен жаңа айтып отырдым, күтіп отырыңдар балалар, бұл жерде маңызды ақпараттар айтылып жатыр, Ол не үшін? Әдеби эссе жазу үшін. Алдымен біз эссенің тақырыбын таңдап алайық. Эссені осы тақтада жазсақ деп ойлаған едім, бірақ енді ол уақытымыз болды, қазір біз ауызша орындаймыз. Әдеби эссенің тақырыбын таңдап алсақ, ол бүгінгі сабақтың бір нәтижесі болайын деп тұр. Эссе. Сол үшін оның тақырыбын қалай алсақ болады? Бұл жақта. Осы сабақтың бұл нәтижесі болады, әдебиетші. Айша, не дейсің? Тақырыпты Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жырын әлем әдебиетінде алады. Болады ма балалар? Әлем әдебиетінде алады деп айтайды. Алады, оны өйткені ол әлі де зерттеуді талап ететін керемет тақырып болайын деп тұр, жазайықшы онда, кәне дәптерімізді ашамыз. Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жырының
әлем әдебиетінде алар орны. Алар орны. Енді балалар білесіңдер, эссенің 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімі, егер эссеміз 250-300 сөзден тұратын болатын болса, онда оның 30%-ын кіріспе бөлім алады, иә? Ар кеткенде 3-4 сөйлем. Қалай бастасақ болады? Тақырыпқа қараймыз, және сол бойынша кіріспені бастаймыз. Жарқынбек не дейсің? Осы маңызды Если оқушылардың қазақ еңбегі маңызды жазбасы. Қазақ басқармасында қазақ тілінде сөздің англияда бар. Яғни жыр қазақ халқынікі, иә? Қазақ халқынікі. Демек ол осы кіріспе дәл осы жерден басталу керек, иә? Мысалы, аялдамаға жүгіріп барып кел десек, сен қай жерден бастап жүгіресің? Осы жерден бастап жүгіресің ғой. Тура сол сияқты қазақ халқының өзінің туған туындысы екендігін білдіру керек дейсің ба? Қалай сөйлемді айтып мысалға, сөйлемнен бастайық енді. Ал? Авторын айтып кеткендей болса, қазақ халқын айтсақ, өйстіп бастасақ болады. Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай жыры қазақ арасында кеңінен тараған жырлардың бірі. Жазамыз. Жазамыз. Басынан бастап айтып жібер, Дәулет. Кенесары Наурызбай жыры. Жазамыз. Нысанбай жыры деп демейтін бе, тақырыпта тұр. Кенесары Наурызбай жыры. Кенесары Наурызбай жыры. Қазақ халқына кең тараған, дұрыс па, Дәулет, мен дұрыс түсінемін? Кеңінен жарайды. Кеңінен таралған жырлардың бірі. Енді осы жерде сұрақ туады. Неге деген? Кеңінен таралған жырлардың бірі. Өйткені неден сөйленбеу керек? Қалай ойлайсыңдар? Жарқынбек? Жарқынбектен басқа ойланып тұрып жүрсің бе? Кішкене ой болсын. Бұл бұяқта бұл тарихи жыр. Яғни бұяқта біздің қазақ халқы өзінің тарихи жыры. Сондықтан бұл жыр бізге маңызды. Тағы да өйткені жырдың бәрі маңызды негізі. Бірақ осы тарих аштарына байланысты барлығы осы қазіргі кезге дейін ауыздан ауызға бізге таралып келіп тұр. Сөйлем. Жеткізіліп келе жатыр. Бір сөйлемді сенізіп әдемі ойларыңды. Қазір, Айдана. Масқан сәл сүйекші. Естіне жатыр. Масқан сәл сүйекші. Еншісі болған. Бола ма балалар? Ол жырау. Онда жазамыз кәні. Айдана басына түсір. Өйткені Нысанбай қартып жазсаңдар да болады. Өйткені балалар қайтадан жазамыз бұл эссені. Қайтадан жазып береміз. Қазір біз кіріспесіне. Бас ақыны атанып, кеңесшісі болған, иә? Демек, жыр сол туған жерден бастап қазақ халқының арасында тарала бастаған. Кенесары хан бастаған ұлт азаттық қозғалысқа Нысанбай жырау бастан аяқ қатысып куә болған жырау. Куә болған жырау. Түсінікті ме, балалар? Ең соңғы, осы сөйлемнің сығынысын жазайықшы. Кенесары хан бастаған ұлт азаттық қозғалысқа бастан аяқ қатысып куә болған жырау. Нысанбай жырау. Ұлт азаттық қозғалысқа куә болған. Осылай сығынысын жазайық. Енді балалар, әдеби эссенің тақырыбы болғаннан кейін, сол тақырыптан өзіне кері қарай сұрақ қою керексің. Сонда негізгі бөлім ашылып тезис пайда болады. Қандай сұрақ қойсақ болады? Тақырыбы қандай еді? Ғалами тұрғыдан қарау, әлем әдебиетіндегі алар орны дедік, иә? Демек сұрақ қояқшы кәні. Әркім өзіне сұрақ қойсыншы.
жырды ғаламдық тұрғыдан аша аламын ба? Аша аламын ба? Жырды ғаламдық тұрғыдан аша аламын ба? Сұрақ жеткіліксіздеу сияқты. Тағы да? Қалай дедім? Ненің үйрететін нәрсесі? Осыны ғаламдық тұрғыдан ашуда мен тіліме нені тиек етсем болады? Онда қысқартамыз, былай дейік. Қалай және нені тіліме тиек етсем болады? Қалай және нені тіліме тиек етсем болады? Балалар, енді кіріспе осымен аяқталды деп ойлайсыңдар ма? Не қандай бөлім басталады? Негізгі бөлім. Негізгі бөлімді қалай бастайсыңдар? Осы сұрақтарға жауап Жақсы. Осы сұрақтарға жауап бер. Негізгі бөлім басталады, иә балалар? Балаларды байқап отырған шығарсыздар. Кіріспе қазір барлығымызда бірдей болды. Негізгі бөлімнен қорытынды бөлімді мен үйге тапсырма етіп бергім келеді. Бірақ негізгі бөлімде не жазамыз? Аружан не дедің? Қандай тобы емес, әлем әдебиетін зерттеушілердің пікірлеріміз қосылмыз. Сұрақ қойдық қой, ғаламдық тұрғыдан қалай аша аламын? Сондықтан әлем әдебиетін зерттеушілердің пікірлерін Тақырыптың төңірегінде сұрақ қойдық, сол сұраққа жауап береміз деп жатырмыз, иә? Демек, нені тілдеріне тиек етесіңдер? Тілге тиек етеміз? Яғни, бір ауыз сөзін айтқанда пікірлерін және үндес оқиғаларды және жырларды және ортақ құндылықтар. Сонда бір ауыз айтқанда осы сыныпта бүгінгі қаралған мәселелер эссенің негізгі бөліміне. Балалар, екі факт келтірсеңдер болады, қазір сіздер фактімен сөйледіңдер. Екі факт енді шығармашылық балалар бар, жоқ мен үшеу жазамын десеңдер болады. Одан кейін қорытынды бөлімге көшеміз, иә? Қорытынды бөлімді қалай тұжырымдасақ болады? Өз ойыңды, иә? Яғни осы жерде повестіңізге оңайлықпен келмегенін осылай түсіндіріп болады. Зерттеушілердің пікірлерімен өз пікірімізді салыстыра отырып. Оны жазып қойдық негізгі бөлімде мен қорытынды сұрақтамын. адамның өзгеше болады. Нені жазып едіңдер қорытындыға? Мен мысалы осы кенесары қалай күрескені жайлы, батырлығы жайлы Яғни жырдан нені түйдім дейді. Жырдан нені түйдім, иә? Жақсы, сонда жырдан нені түйіппіз? Жалпы жырдан ауызбіршіліктің болмауынан сол себепті бізге біз қайталаған қателікті болашақ ұрпақ қайталамасын дегеннен яғни ауызбіршілік болу керек, иә? Дұрыс. Кейбір бала ойлап жүрген шығар, ауызбіршілік ол жерде болмады, оны неге айтып қойды? Ауызбіршілік болу керек деген мақсатта соны жазамыз. Болды ма тағы да? Не үйрендік тағы да? Не үйрендік тағы да жырдан? Не алдық біз? Ауызбіршілік болу керек? және бұл ұялқамасын деп, қазақ деген ұялқасын деп санамайсың Өз тәуелсіздігіміздің мәжбүрiyeti дегенімізде. Тәуелсіздік үшін болған тарихи оқиға. Оны неге дәріптеп отырмыз? Батырларымызды, жырауларымызды, хандарымызды дәріптеп отырмыз, иә? Яғни осыдан келіп жырдың несі шықты? Ол эссенің қорасы, ал жырдан несі шықты? Идеясы шықты. Балалар,